Қазақстан кезе сайты және 234 кезет. Сонымен Мото Қазақстан Инста TikTok парақшамыз. 2024 жылы 12 айдың 7-сі түсірген видео міне Мизан базарындағы мото техникалар. Мынау болатын болса 300 куб трицикл. Бұлардың бәрі 1-2 тонна көтеретін трицикл. Арт жағында қос дөңгелек. Сосын сумен салқындату жүйесі. Алдыға артқа шегінеді. Мотор штанговый мотор. Осы видеода Мизамда тұрған барлық техникаларды көре аласыздар. Алматы қаласында. Егер қандай да бір техника ұнайтын болса сізге, осы видеодан скриншот жасап, біздің WhatsApp нөмірге шықсаңыз, кез келгеннің жеке бағасын айтамыз. Электр трициклдер мындай вариантпен де бар. Сосын кейін мыналар бұл оригинал мотоциклдер Honda, Suzuki, Yamaha, Hauji. Сосын мына трициклдерде роллмен де бар бұлай, электр бұл. Видеоның аяғына дейін көреміз. Енді әркімнің жағдай келе бермейді, Алматыға келіп, аралап, мыналардың бәрін көргенге. Сосын сайтқа кірсеңіздер болады, сайтта осы видеоның бас жағына жаза кетем. Сайтқа кірсеңіздер, каждый мототехниканың өзінің жеке характері болады, өзінің жеке видеолары, жеке бағалары болады. Сосын мына сияқты Yamaha'лар да бар, Yamaha қызыққан кісілер. Сосын мына сияқты электр трициклдерде де бар. Міне Velomax деп жүрген версия бұда бар. Сосын мына сияқты электрлер. Кез келгеннің жеке бағасы сайт. Индуралар сосын 300 куб индуралар, 250 куб индуралар, 0.6 мыналар. FMZ, сосын JSX Suzuki 150 куб, 200 куб, сосын Honda. Мынадар бұл оригиналдар. JSX Suzuki'дің қайқы белі. Басқа қалаларға алсаңыздар осындай упаковка жасап кез келген қалаға жібереміз. Сосын SK8-дер өте арзан бағада. Ал мына трицикл өзгеше. Трициклдердің ішінде ең арзан вариант 250 куб. Мұнда бағаларын бәрін WhatsApp-қа жазасыздар. Бірден видеода баға айту енді өте қиын нәрсе, өйткені доллар тұрақсыз бізде. Соңғы кездер доллар 500-дің үстінде көтерілді, 480-нен. Сондықтан біз бұл видеода баға айтатын болсақ, ескі бағамен қақпалатын болса клиенттерге, мысалы кез келген уақытта сезон емес кездерде немесе сезон кездерде сұраса, бұның бағасында өзгеріс болады. Кейбіреу 100 мың, 200 мың теңге парқ қылады, кейбіреу өлдім деген 50-60 мың теңге парқ қылады. Ал видеода арзан баға жариялап шықсақ, ол кейін өзімізге де, сіздерге де түсініксіз болады. Сосын мына Dayun деген іздеп жүр көп адамдар. Бұл айғылы бренд, 150 куб бар міне. Сосын мына сияқты трициклдер бар. Ең арзан варианттар бұл. Осы видеода скриншот жасасаңыздар, сосын WhatsApp-қа шықсаңыздар, кез келген мототехниканың характері, жаңағы соның бағасы жайлы бәрін айтатын боламыз. Міне мына ешкімде жоқ варианттар. 400 куб. John Way деген. Қытайский нелер ғой. Harley Davidson. Сосын міне жүктейді немесе жаңа пенсияға шыққан кісілерге ауылда магазинге арлы беріліп жүргенге мына сияқты трициклдер бар. Бұлар бағасы барынша тиімді. Арзан іздеген кісілерге. Қыста
тоңдырмайды, жазда жаңбырдың астында жүре беруге болады. Мына сияқты заводский кабинкамен бар, сосын қолдан жасалған. Мыналарда бүлік сатылады содан кейін. Егер сіз мына сияқты алған болсаңыз, мына сияқтыны бүлік сатып алып қондыруға болады. Мына жерде өткенде бір үлкен техника тұрған, әлі бар ма екен? Мынау ғой деймін. Міне. Мынада 100-лік аккумуляторлардан бір, в общем, 6-8 ба сондай тұр. Үш жердегі ең үлкен трицикл бұл. Бұл жерде кез келген мототехниканы іздеп әрі болудың қажет жоқ. Мынан доңғалағы да жуан екен мыналарға қарағанда. Мынан доңғалағы. Мынаны қай бір 3.00 қанша дейді. Мынаны астына не қып сапты. Мына жаңа трицикл. Мынаның кіттей модель өзгеше екен, Индора сияқты. Мына жерге мафон қойылған, электрони панель. Сосын тағы мына сияқты орнатып қойыпты. Желден қорғайтын. Шырақтарын қараңыз. Енді мына трицикл жайлы көрдіңіздер, бұның жеке арнайы видеосы бар осы TikTok'та. Содан кейін мына электрлер. Сосын мына жерде тағы бір өзгеше түрі бар. Күн панелмен бұл. Төбесінде панел бар. Тоғыңыз бітіп қалған кезде өзі зарядтайды бұл. Төбесінде тұрған күн панел. Сосын мыналардың бәрі былай түседі. Орындық қып отыруға да болады. Мына өзгеше. Роллмен де трициклдер тұр. Жаңа көрдіңіздер. Бүгінгі бітірейін деп қалдық негізі. Қазақстандағы ең үлкен мотобазар бұл. Сосын енді бұл модель сіздерге таныс болу керек, Арлан деген. Мына трициклдерді көп көріп жатсыз, документпен бірден учетқа қоюға болады, қалада, далада айдай беруге болады. Сумен салқындатылған жүйесі бар, 250-гі, 200-гі түрлері бар. Соны өзі көтеріп төгеді бұл. Бұның да бағалары, нелері, жеке видеолары сайтта орналастырылған. Мото Қазақстан кезектеп кіресіздер. Сайты видеоның бетінде жазылып тұр. Сосын мафеттер, танк, макси скуттер, самурай, лия, макси және самурай. Сосын кейін 200-гі 125 куб. Мына сияқты квадроциклдар. Мынау енді далада неге тұрған тауарлар, абразийске. Бұның новый коробкадан салам егер ағабаттыса. Тағы да электр трициклдер. Өте арзан варианттар олар. Осы видеодағы кез келген мототехниканы скриншот жасаңыздар. Мына жерде міне 14-ші размер доңғалақ. Bluetooth, USB бәрі бар. Мотоцикл телефон қоятыны бар. Барлығы 40 км-ге дейін жүреді. Компьютер 350, сағатын 60 км. 1 жылдық гарантия бар. SK8. Сосын кейін мынанда характерін айтып кеткен міне. Осылай жұмыс жасау керек. Міне әдемі жазып қойған. Электромотоцикл бағалары жаңа запись дейді. 70 км-ге дейін жүреді. 1500 екен компьютер. Сағатты жылдамдығы 65. Биік таулы жерлерде де жүреді деп қояды енді. Негізі электрлер жаттық жолға арналған ғой. Сосын енді мынау бәйге ұлар бренд кәдімгі. Қазақтардың істеп отқан жұмысы. Өзіміздің қазақстандық жеке брендтер. Ұлар Индора. X1 250 куб.
300 көп индоралар бар бұл жерде. Кез келген индора ұнаса, скриншот жасаймыз, WhatsApp-қа жазамыз. Бәйге. Мынау олар. Сосын Eltem B14, Eltem M14, Eltem T17, Eltem M17. Сосын бәйгенің кросс моделі. Негізі осы версия өте дұрыс. Міне бактың мына жерге дейін келеді. Мына общем жаңағы дәрет жолыңыздан суық өтпеуге көмектеседі. Негізі осындай мотоцикл алған дұрыс. Енді бұл Eltemдерде жаңа дизайнға қатты мән берген. Фарлары ешкімде жоқ, өзгеше модельдер қосып жатыр. Мынау да биыл қосылған модель. Бұлар. Мынау олар ғой деймін. Олар. Бұлар Eltem екеуі бір бренд. Сұраңыздар кез келген уақытта, скриншот жасап кез келген мотоцикл жіберіп. Одан кейін Allmotor 150 көп. FL3 деген модель. LED парбыда 150 көп, штанковый мотормен. Бәрі 150 көп. Қоңыр, күрең, қара, ақ түстерінен бар. Штанковый мотор болып жүреді. Сосын кейін мына Bitbike сияқты индоралар бар оларда. 200 көп индора. Талғампаз клиенттерге біздің сайтқа кірсеңіздер болады. Мына да Allmotorдың жаңа версиясы. Allair 150 деген қайқыбел модель. Сіздер осы боковойындағы модель бойынша іздесеңіздер, бізге де өздеріңізге де түсінікті болады. Сосын Alfa N3 деген модель мынау. Allmotor 125 көп. Alfa. Бұны енді орыс клиенттер қиын жақсы көреді. Егер видеоны қазақ тілінде түсінбесеңіз, YouTube-та жаңағы орыс тіліне аудару деген функция бар. Соны бассаңыздар, осы видеоны сізге орыс тілінде де көрсетіп бере алады. Ал 250 13 Allmotor. Allmotorдың 250 индоралары. Балансировка бар бұда. Штанковый мотормен. Документпен бұлардың артықшылығы учетқа қоя аласыз. Eltem Allmotor учетқа қоя аласыз. Мотоциклдеріміз бітті. Мына жерде Samurai. Бұл Shinlong деген марка екен енді. Защитасы менде бар. M8. Сосын мен сияқты спортбайк бар. Осы жерде жалғыз спортбайк тұр. Без документ. Без документ па? Или арт жағында документ қадақ қойыпты. Өзіңізге емес па? Сосын кейін арзан мопедтер Jilang. Қазақстан бойынша ең арзан мопедтер. Мынаның бәрі абразисте, бәрі осылай сыртқа шығарып қояды. Мына тозып кеткен заттар, енді бұлар новыйын сап береміз ящиктағы. Бұлар просто абразисте тұрған. IMAX бар. Жаңадан бері IMAX көрмедіңіздер, өш жерде тұр IMAX. Сосын бір идеальный хаужия бар мына жерде. Бұл оригинал мотоцикл. Алам десеңіздер, заказ беріңіздер, скриншот жасайсыздар. Осы видео арқылы заказ тастасаңыздар, кез келген мототехниканы алуларыңызға болады. Алматыға келмей ақ, осы видеоны 1000 рет қарайсыз ба, 100 рет қарайсыз ба, или 10 рет қарайсыз ба? Қазақстанда ең үлкен базар бұл, мото базар. Аны басынан аяғына дейін аралап шықтым. Осы видеоның ішінен қарап, скриншот жасасаңыз, ары қарай саудаласамыз. Қатты қоспай бір чайлық бірдеңе қосып жібереміз енді. Чайлық деген 5-10 теңге ғой. Сайтпен заказ берсеңіздер арзан болады бізде. Сайтқа кіріңіздер, 234 кезет деген сайтта запчастар бәрі оптом бағада. Запчаст керек болатын болса 234-ке кіресіздер. Мотоцикл керек болатын болса Мото Қазақстан кезет деген сайтқа кіресіздер. Сосын мыналармен тікелей байланысқа шығуға болады. Каждый дүкеннің өзінің жеке дүкендерінің несін орналастырып қоямын сатушы бөліміне. Ешқандай машинстова жоқ. Енді Каспий, Оликс деген магазиндерге кірсеңіздер, өз жерде міндетті түрде алданасыздар, не болмаса қымбатқа ұрынасыздар. Ал бізде бұл базарда, в общем, 4-5 жыл жұмыс жасап жатырық.
Телефон 8707 730 0952. WhatsApp'та осы нөмірде.